математика сабағында бағалауды жүргізу жолдары. Жалпы бағалауды қалай жүргізуге болады, практика мұғалімі ретінде өздеріңізбен пікір алмасу, ой бөлісу. Жалпы бізде бағалау ол үлкен жұмыс. Бағалауды жүргізу оңай деп айта алмаймыз. Ең бірінші бағалау деген не деген сұраққа жауап алуымыз керек ол үшін. Құрметті әріптестер, жалпы біз бағалауды қалай көреміз? Әрине, сабақты жүргізу барысында, сабақты өту барысында бізде оқуды бағалау және оқуды бағалау жүреді. Жалпы сабақтың басынан аяғына дейін бізде бағалауды ұйымдастыруға толыққанды мүмкіндігіміз бар. Жалпы біз сабақты 3 кезеңге бөлсек болады. Сабақтың басы, сабақтың ортасы және сабақтың аяғы деп. Келесі слайд. Осы кезеңнің барлығында оқуды бағалау және оқытуды бағалау жүретіні бізге аян. Енді нақты математика сабағындағы бағалауды тоқталайық. Негізі осы 3 кезеңді ескере отырып, мен бір 2-3 мысалға тоқталайын деп тұрмын. Осы 3-4 мысал арқылы сіздерге қандай бір идея ұсына алатыныма сенімді болып отырмын. Оны жалпы осы семинар барысында өздеріңіз тақырып көресіздер. Сабақтың басында мысалға нақты мысалмен келтіретін болсақ, оқу мақсаттары бүгінгі күнде қазіргі таңда өтіп жатқан мақсаттардың бірі 5-ші сыныпта бұрыш және оның градус өлшеу ұғымдарын меңгеру, бұрыштарды белгілеу және салыстыру, бұрыштардың түрлерін ажырату. Бастапқы кезеңінде балаларға осындай суреттерді ұсыну арқылы және топтық жұмысты ұйымдастыру арқылы біз әрекет жасауымыз болады екен. Бірақ дегенмен де бұл жұмыс атқарылғаннан кейін, кез келген жұмыс атқарылғаннан кейін ол бағалану керек. Бұл жұмысты топтық жұмыс болғаннан кейін нақты критерийға сәйкес бағалауды ұсынғым келеді сіздерге. Мүмкін сіздерде осы айтып отырған идеяны тыңдай тағы да басқаша бағалау түрі, бағалау түрі жайында идеялар туындайтын шығар. Мысалы, мен бұны қалай жасадым? Сабақ басында жалпы оқушыларда бұрыш туралы түсінік болады. 5-ші сыныпта, өйткені олар 5-ші сыныпта бұны қарастырады. Топтық жұмыс ретінде осындай суреттерді ұсынамын. 4 топқа бөлдім өз сыныбымды. Және мынандай тапсырма ұсындым. Осы суреттердің барлығына ортақ тақырып қой. Және 6 сурет болса, сол тақырыпқа сәйкес 6 суретке сипаттама жаса. Сол тапсырмаға сәйкес критерий құрып аламыз. Ол критерийлерді балаларға ұсыну керек бірінші. Өйткені топтық жұмыс аяқталғаннан кейін бізде міндетті түрде бағалау жүру керек. Ол бірінші. Бағалаудың өзі нақты бір мақсатқа негізделе отырып жүру керек. Мысалы, мен тапсырманы бердім ба? Және оны қандай мақсатта бердім? Және не үшін баланың оқуын бағалау үшін беріп отырғаным рас, бірақ неліктен мен оны бағалауым керек тапсырма. Мына осындай мақсат біз өзімізге қоятынымыз керек. Яғни бағалаудың өзі мақсатты жүру. Бірінші критерий барлық суреттегі сәйкес келетін ортақ тақырыпты анықтайды оқушылар. Аталған тақырыпқа сәйкес суреттерге сипаттама бере алады. Бірақ екінші критерийға назар аударсаңыздар, нақты критерий қойғанымыз дұрыс. Мысалға, мен жақшаның ішіне былай жазып қойдым. Кем дегенде 2 суретке нақты сипаттама береді, не 3 суретке, немесе 4-5 суретке. Бұл жерде нені қамтып отырмыз? Барлық оқушылардың оқуын бағалауға мүмкіндік беретін критерийді құрып отырмыз. Енді жалпы практикада бұл қалай іске асты менде? Оқушылар ортақ тақырыпты анықтады. Сіздер оқушыларға бұны ұсынсаңыздар, ортақ тақырып ретінде оқушылар қандай тақырыпты алар еді? Әріптестер, ойыңызбен бөлісе отырсақ, қалай ойлайсыздар? 6 суретке қандай ортақ тақырып қояр еді?
сіздің оқушыңыз, сіздердің оқушыларыңыз. Дауысым естіліп тұр ғой? Естіліп тұр, естіліп. Ойларыңызбен бөлісеңіздер. Мысалы 6 суретті оқушыларға беріп тастадық. Осы 6 суреттің өзін бір-бірімен байланыстыратын бір ортақ тақырып алады. Ортақ. Енді оқушылар бұны қорғады, сол кезде айта беріңіз. Бірінші таңдаған тақырыптары бұрыш деген тақырып таңдады олар. Бұрыш деп берді тақырыптың атауын. Екіншісінде бір топ градус деген ат берді. Мені бір ерекше бір ойға салған тақырып сол градус деген тақырыпты бергені. Енді мен өз қарабасым бұрыш деген тақырыпты алады, көбісі деп болжам жасаған. Бірақ дегенмен де 6 суреттің 6-тауына да градус деген тақырыпты берген екен бір топ. Одан кейін екінші тапсырма, сол аталған тақырыпқа сәйкес осы әр суретке сипаттама жасау керек болған олар. Әрине, әр топ өзінің берген атына байланысты сипаттама жасауға тырысты. Бұл жерде 6 суреттің 6-тауына да сипаттама жасады. Енді уақыт шектеуіне байланысты бір топ 2-3-еуіне ғана үлгеріп сипаттама жасады. Қарасаңыздар, енді өздеріңізге сұрақ. Жалпы критерий қаншалықты нақты құрылды? Баланы оқуын бағалауға мүмкіндік беретіндей критерий ма? Сіз қалай өзгертер едіңіз? Апайлар, ой бөлісіп отырсақ, ортақ болғандықтан. Гүлен апай. Жазир апай. Онда біз соңғы түйінді ойды кері байланыс берген кезде ұсынайық. Мен келесі жұмысымызды таныстыра берейін сіздерге. Жалпы мен жаңа сабақ айтатын ойдың басында сабақтың ортасы, бас, аяғы деп кеттім, иә? Енді ортаңғы кезеңінде тағы да бір мысал келтірейін. Мысалы, таж сандар және жұп сандар ұғымдарын меңгерткеннен кейін орта кезеңінде, енді бұны мен офлайн режимінде жүрген кезде жүргізген әдістерінің бірі, нақты сабақ ортасында әр оқушының оқуын бағалауға мүмкіндік беретіндей жұмысты көрсеткім келеді сіздерге. Мысалы, офлайн режимінде таг және жұп сандар ұғымдарын меңгеру мақсаты бойынша оқушының аталған ұғым бойынша оқуын немесе жетістігін, алғашқы жетістігін бағалау үшін мынандай тапсырма алып, мынандай жұмыс ұйымдастырды. Мысалға қарасаңыздар, туған күндеріңіз бойынша 2 топқа бөлініңіздер. Жұп сандар тобы және тақ сандар тобы деп бөлінгізуге болады балаларды. Балалар 2 топқа бөлінген кезде, мен 11 қараша күні болсам, мен тақ сандар тобына барамда, ал енді Гүлзира апай 12 қараша күні болса, ол жұп сандар тобына баратыны рас, иә? Топқа дұрыс бөлінгендеріне байланысты оқушылардың осы ұғымды қаншалықты меңгергенін бақылап, бағалап алуға мүмкіндік болады. Әр оқушының жетістігін бағалап алуға мүмкіндік болады сіздерге. Ал енді биылғы онлайн режимінде оны қалай өзгерттім? Мысалы, туған күні жұп санға сәйкес келетін оқушылар чатқа туған күндерінде жазыңдар деп айттым. Бірінші чатқа тек қана туған күндері жұп сандарға келетін оқушылар ғана жазып шықты. Әрине, оның ішінде туған күнін жазған кезде тақ санымен жазылған цифрды жазғанда оқушы болды. Сол арқылы оқушының біз қателескенін бақылауға болады. Кейде ол жансақ жазуы мүмкін, немесе нақты білмей жазуы мүмкін. Сол кезде оқушыға сол жазбасына байланысты кері байланыс ұсынуымыз болады. Онымен не айтқым келеді? Бағалау жүргеннен кейін міндетті түрде кері байланыс жүріп отырғаны дұрыс. Одан кейін туған күндері тақ санға сәйкес келетін оқушылар чатқа туған күндерін жазады. Бұл жерде әр оқушы бір-бірін бағалайды.
чаттағы мәліметтерді көріп отырады ғой. Яғни бұл жерде әр оқушының берген жауабына сәйкес оның жетістігін бағалауға мүмкіндік болады екен. Міне бағалаудың тағы да бір түстерді түсініп отырмын. Тағы да қайталап өтейін, әр бағалаудан кейін біз міндетті түрде кері байланысты беріп кеткеніміз дұрыс. Мысалы, Бағлан деген оқушы тақ санды жазған кезде, мысалы 11 деген санды көп сандар тобына жазып қойса, сіз сол оқушыға кері байланыс ұсына отырып, барлық оқушыға жаңағы қате жіберген оқушыларға кері байланыс ұсынғаныңызбен бірдей болады. Енді келесі кезең, тура сол сабақтың ортасы. Негізі біз жоғары деңгейде де ойландыра білуіміз керек оқушыларды. Офлайн режимінде жалпы оқушыларды жоғары деңгейде қалай ойландыруға болады осы тақырып төңірегінде. Қандай тапсырма ұсындым, сонымен бөліскім келеді. Осы арқылы бағалауды қалай іске асыруға болады. Оны да бағдарлап көрсеңіздер болады. Мысалы, бұл офлайн режимде жүрген жұмыс болған. Мысалы, тақ санды қосқанда жұп саны шығады, жұп санға жұп санды қосқанда жұп саны шығатын қорытындыны оқушылар өздері келесі әрекеттері жасау арқылы осы қасиетті алып шығуға жағдай жасайды екен. Мысалы, жоғары деңгейді ойлайтын оқушы осындай қасиет бар екенін бақылап, қорытынды жасауға, өзі жасамаса да оны сол қорытынды жасауға жетелеуге мүмкін болады екен. Сондай жетелеуді жүргізе отырып, біз бірден бағалауды да ұйымдастыруға мүмкіндігіміз бар болады. Мысалы, тақ сандар тобындағы оқушылар жұптасып алатындағы жаңағы туған күндердің сандарын қосқанда жұп саны шығатынын байқайды. Ал жұп санға қосу жағдайын іске асырған оқушылар, яғни екінші топ, оларда да жұп саны шығатыны байқалады. Бұл жерде жұп саны шығатынын нақты айтады. Одан кейін екі топқа бөлініп тұрған оқушылар жалпы қосындылары жұп сан болғандықтан, олар қайтадан бір топқа айналады екен. Сонда қорытынды шығара алатын жағдайға біз келтіреміз. Біріншіден, оқу мақсатына жетелеуге мүмкіндік бар. Екіншіден, сол іс-әрекеттер арқылы оқушылардың қаншалықты осы айтылып жатқан мәліметті меңгеріп жатқандарын бағалауға мүмкіндік болады екен. Осы жерде бағалау да жүреді деп айтуға мүмкіндік бар екен. Енді келесі бағалаудан тағы да бір түрін көрсетейін. Ол мысалы сабақтың аяғында ұйымдастыруға болатын бағалау. Енді осындай жағдайларды тек қана басында немесе аяғында ұйымдастырады деген мәселе емес. Бұл мысалы сабақтың аяғында тура осы тақырыпқа байланысты қандай бағалау түрін көрсеттім. Мысалға, жеке жұмысты, яғни бұл жерде мысалы жұптық жұмысты бағаладыңыздар, топтық жұмысты бағаладыңыздар. Енді дегенмен де бізде әр оқушының жетістігін бағалау жағдайы орын алу керек қой. Жеке жұмысты бағалау критерийі бойынша бағалау, яғни жалпы жеке жұмысты ұйымдастырған кезде біз бағалау критерий және дескриптор арқылы бағалағанымыз өте тиімді болады. Мен мына жерде мынандай нәрсеге тоқталғым келеді. Бізде тапсырманы қалыптастырушы бағалауды жүргізу мақсатында алатын болса, оған критерий құрудың өзі үлкен біз үшін проблема десек болады. Әлі де бір жетілдіріп атқан тұсымыз деп айтсақ болады. Мысалы, тақ жұп сандарды ажыратады. Кейбір мәліметтерді көріп, тақ және жұп сандарды біледі деп жазады. Осы ажыратады және біледі. Қайсысын дұрыс сұрақ болады деп ойлайсыздар? Енді мен сіз тастаған мәліметтен біледі деген орынсыз етістік болып саналады. Себебі сіз егер критерийға тақ және жұп сандарды біледі деп қойсаңыз, баланың жұмысы жаңағы бақыланып, бағаланып болғаннан кейін оқушыға осы критерийға жеткенін сіз дескриптор арқылы жеткізесіз. Мен нақты мысалмен көрсеттім қазір. Мысалы, мынандай тапсырмалар ұсындым. Телефон номеріңіздің соңғы цифрын жазып, оның жұп немесе тақ болатынын анықтаңыз. Бала телефон номерінің соңғы цифрын жазып, тақ немесе жұп екенін жазады. Екінші тапсырма, арман 56 гүл шоғын екі қорапқа теңдей бөліп сала аламын. Жауабыңызды негіздеңіз. Бұл сұраққа жауап берген кезде сала алады десе, нақты жауабын негіздеу керек. Енді қараңыз, бала тапсырманы орындап болғаннан кейін мынандай дескриптор арқылы балаға кері байланыс ұсынуға болады. Мысалы, оқушы сандардың тақ жұптығын анықтаса, мысалы, Алмас сен сандардың тақ екенін анықтапсың. Жақсы. Немесе ол жұп санға тақ сан деп жазып қойса, нақты кері байланыс бересіз. Мысалы,
телефонның соңғы номері 7 деген сан болса, ол шығып кетіп жазып қойды, иә. Міне осы уақытта сіз жандосқа оның тағы екенін түсіндіре отырып, кері байланыс ұсынуыңызға болады. Ол кері байланысты ненің негізінде ұсынасыз? Дескриптордың негізінде ұсынады екенсіз. Келесі, яғни дескриптор сізге оқушыға нақты кері байланыс беруге мүмкіндік беретіндей мағынада жазылу керек, мазмұнда жазылу керек. Келесі, жұп сан туралы анықтаманы тұжырымдай алады. Мысалы, екінші тапсырмадағы мәселені шешкен кезде бала жауабы негіздеу үшін жұп сан туралы анықтаманы тұжырымдай отырып жауабын негіздейді. Егер соны пайдалана отырып тұжырымдаса, яғни жұп сан туралы анықтаманы тұжырымдаса, онда ол екінші тапсырма бойынша өз жауабын негіздейді деп санаймыз. Міне көрдіңіздер ма? Егер тұжырымдай алмаса, тұжырымдауға мүмкіндік беріп, өзіңіз бағыт-бағдар беріп, бұл балаға қолдау жасайды екенсіз. Яғни кері байланыс ұсынады екенсіз дескриптор арқылы. Енді қараңыздар, осы дескриптордың орындалуына байланысты оқушыға осы жоғарыда аталған критерия қаншалықты жеткенін бағдарлап айтып беруге мүмкіндік болады екен. Бала мысалы критерийді біледі ғой, жұп сандарды ажыратамын деп, егер мынаны дұрыс орындаса, осы қадамдар, онда ажырататынын біледі. Ал егер ажыратады деген орнына біледі деп тұратын болса, бұл қаншалықты дұрыс емес. Өйткені мысалы ажырататынын біз нақты көрсетуіміз керек. Баланың тақ санды және жұп санды ажыратып отырғанын немесе ажыратпай отырғанын оның жазбасынан бақылауға болады. Ал тақ сандар мен жұп сандарды туралы мағлұматты біледі деп қойсаңыз, сіз білетінін қайдан білесіз деген сұрақ туындайды. Ал ажыратқанын байқасаңыз, онда ол тақ және жұп сандар ұғымдарын меңгергенін байқаймыз. Ажыратты ма, яғни меңгерді деген сөз. Енді әріптестер, қаншалықты мен ойымды сіздерге жеткізе алдым. Мына айтар ойым осы болған сіздерге. Көп мәселені мұғалімдерді кездестіремін. Аз да болса осындай ойлармен бөлісу негізгі мақсатымыз болған біздің серіктес мектептің математика пәні мұғалімдерімен. Енді өздеріңіз осы айтылған мәліметтерге сәйкес кері байланыс ұсынсаңыздар. Жазира апай, Мунира апай, не айтасыздар? Қазір. Біз серіктес мектеппіз, иә, оны сіздер білесіздер, мұны жұмыс барысында өздеріңіз байқап жатырсыздар ғой. Кішкене біз икемделген адамбыз, жетекші және серіктес мектеп ретінде. Енді осындай дүниені өздеріңіздің тәжірибеңізде болып жатқан дүниемен өздеріңізде алдағы уақытта бірлесе отырып тәжірибе алмасқан кезде сіздер тараптарыңыздан осы бағалауға байланысты қандай ерекше идеяларыңыз бар, алдағы уақытта өздеріңіз бөлісе жатарсыздар. Қандай ой салдыңыз сіздерге, қандай ой сала алдым, сол бойынша кері байланыс ұсынсаңыздар. Мен Гүлзира апай, суреттер тұрған слайдты көрсете салыңызшы, пожалуйста. Осы ма? Кері байланысты былай берсеңіздер, әріптестер. Мына камераны көрсеңіздер ме, сол камерадағы бұрыш көрініп тұр ғой, иә? Сіздің көзқарасыңыз қандай бұрышқа өзгерді, қандай бұрышпен өзгерді? Математик мұғалім ретінде осы суретті қолдана отырып кері байланыс ұсынсаңыздар тіптен тамаша болар еді. Өзгермесе өзгермегенін айтсаңыздар болады. Қандай да бір сәлеметсіздер ме? Камера арқылы 180 градусқа. Себебі бұл оқушыларға жаңа сабақтың басы, ортасы, соңы деп тұрмыз ғой. Сабақтың басындағы мына балаларға жаңаға критерийді дұрыстап қою деп айттыңыз ғой өзіңіз. Осы жері жақсы ұнады. Балаларды сол сұрақта дұрыс қоя білу керекпіз. Сосын жаңа критерийге байланысты берілген тапсырмалар неге өмірмен байланысты сұрақтарыңыз. Соған сай дескрипторды дұрыстап құру керек. Сол
сол жағы маған сол 180 градусқа өзгерді. Бұрынғыға қарағанда мына критерийді дұрыстап құру керек екендігін. Аха. Жазира апай, рахмет. Жазира апай, сіз мысалы қазір бір ой тыңдап отырып, адамға бір идея тыңдайды деген нәрсені өзім жақсы көремін, және жиі қайталаймын, өзім байқаймын. Сіз осы мен сабақтың басындағы әрекеттерім ғой. Сіз осыны сабақ ортасында қолдану керек болады. Мысалы өзгертуіңіз мүмкін ғой. Сізде қазір идея туындады ма? Осыны сіз сабақта емес, ортасында қалай қолданар едіңіз? Мен сіздің суреттеріңіздің екіге бөлер едім. Айтыңызшы, қалай? Сабақтың басында жартысын. Қалған алғашқы 3 суретті сабақтың басында, қалған 3 суретті сабақтың ортасында қарай. Икемдейтін едім. Мүмкін, иә. Рахмет ойыңызға. Рахмет. Рахмет, Жазира апай. Мунир апай, өзіңіз не айтасыз? Сіз өз көзқарасыңызды қандай бір бұрышқа бұра алдыңыз ба? Иә, мен де бұрдым 180 градусқа. Мен басында тек қана сіз айтқандай бұрыш деп қана тақырып қойған оқушыларға. Бұл жерде негізгі көтеріп отырған мәселеміз әрине біз тек қана бағалауға бағдарлап отырмыз ғой. Оқушы жетістігін қандай да бір жұмыс атқарғаннан кейін, мысалы сіз жұмысты берген кезде оны мақсатты бересіз, иә? Бағалауды да біз мақсатты жүргізуіміз керек. Не үшін бағалап жатырмыз? Қандай мақсатта бағалап жатырмыз? Кез келген жасап отырған әрекетіміз мақсатты болу керек. Мысалы мен сіздермен қазір осы өтіп жатқан ой тәжірибе алмасу жұмысым нақты бір мақсатқа бағдарланды. Нақты мен бағалауға көбірек көңіл бөлгім келіп тұр. Әйтпесе бізде оқыту барысы немесе оқу барысы бағалаумен ғана шектелмейді ғой. Сонда мен нақты бір мақсатта отырмын, тек қана бағалауға қатысты. Бірақ бәрібір оқыту мен оқу барысы ол саралаумен де жүреді. Яғни бірлескен жұмыста іске асады осы жерде, иә. Осы жерде кері байланыста іске асады. Бірақ басты ұстанып тұрған нәрсеміз бізде бағалау болғандықтан көбірек көңілді сол нені мақсат қойдым, соған бағдарлап отырып жұмыс жасасаңыздар, жұмысымыз орынды болады деген ойды айтқым келеді. Жақсы, тағы да бір ойларыңыз болса, чатқа жазсаңыздар болады. Мүмкін ойдан тыңдап жатады ғой. Гүлина апай, өзіңіз не айтасыз? Али апай. Сабақтың басында, аяғында жүргізеді. Жақсы, онда апайлар, жалпы мына негізгі бас қосуымыздың басты тақырыбы мақсаты осындай еді. Алдағы уақытта да жасап жатқан жұмысымызды осылай жетілдіру мақсатында ең керемет шыққан бір әдіс деп математиктер арасында аптасына 1 рет сіздерге ұсыныс жасағым келеді. Керемет шыққан мендегі бір әдіс деп бір әдісті ұсынып отырсақ, оның артықшылығы мен кемшілігін айта отырып, ортақ чат құрдық қой. Чатымыз бар ғой, соған жазсаңыздар болады. Мен сіздерге сондай ұсыныс айтқым келеді. Жаңағы қоржынымыз молаяды деп ойлаймын. Жақсы әріптестер, онда жұмысымды аяқтаймын. Шектеулі уақыт қана жоспарлағанбыз. Рахмет сіздерге, кері байланыстарыңызға рахмет. Ауырмаңыздар, жұмысымыз тек қана алға бассын. Рахмет. Сау болыңыз, көп рахмет. Сау болыңыздар.